видеода мен егов дегеніміз не және онымен мемлекеттік қызметтерді қалай алуға болатыны туралы айтып беремін. Электрондық үкімет бұл барлық мемлекеттік органдардың біріктіретін және интернет немесе ұялы телефон арқылы халыққа қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін бір тұтас жүйе. егов.kz порталында сіз мемлекеттік қызметтерді, түрлі анықтамаларды ала аласыз, бюджетке төлемдер жасай аласыз, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен олардың қызметтеріне қатысты кез келген ақпаратты ала аласыз. Электрондық үкімет е-лицензиялау және ашық үкімет сияқты жобалардан тұрады. Е-лицензиялау жүйесі лицензиялау процесін, рұқсаттарды автоматтандыру және мемлекеттік органдар лицензиярлар мен Қазақстан Республикасының бизнес қауымдастығы арасындағы өзара іс-қимылды тиімді ашық механизмін қамтамасыз ету үшін құрылды. Ашық үкіметтің негізгі мақсаты ашық есеп беретін мемлекет құру, азаматтардың мемлекеттік басқаруға өкілеттіктерін кеңейту, сыбайлас жемқорлықпен қарсы күресті күшейту және мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру үшін жаңа технологияларды қолдану. Ашық үкімет құрамына мыналар кіреді: ашық деректер, ашық нормативті құқықтық актілер, ашық диалог, ашық бюджеттер, сондай-ақ мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау. егов порталының қызметтерін алу үшін порталда авторизациядан өту керек, немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы тіркелу керек. Қазір мен егов порталында ЭЦК-ны онлайн қалай алуға болатынын көрсетемін. ЭЦК алу үшін порталдың басты бетінде ЭЦК-ны қашықтан алу жолын басамыз. Онлайн сұрау батырмасына басамыз. Қазіргі сәтте мен ЭЦК-ны жеке тұлғаға қалай алуға болатынын көрсетемін. Жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіп, сұрау жіберіңіз. Жүйе сіздің компьютеріңізде веб-камераның NCLR бағдарламасының бар жоғын, сондай-ақ BMG-де тіркелуіңізді тексереді. Біз жеке куәлікті таңдап, ЭЦК алуға кірісеміз. Әрі қарай, мобильді азаматтар базасында тіркелген телефон нөмірін және 1414 нөмірінен келген СБС хабарламадан алынған кодты енгізіңіз. Әрі қарай, бейнені сәйкестендіру парағына өтеміз. Тұлғаны сәтті сәйкестендіру үшін нұсқаулықтарды орындаңыз. Жүйеге деректерді жеке куәлікпен тексеруге рұқсат береміз. Әрі қарай, ұлттық сертификаттау орталығының парағына өтеміз. Электрондық цифрлық қолтаңбаны сақтауға арналған орынды және кілтке баратын жолды таңдаңыз. Өтінім береміз. Және жаңартамыз. Енді электрондық цифрлық қолтаңба үшін парольді ойлап табамыз. Төменде сенімді пароль табуға арналған нұсқаулықтармен танысуға болады. Парольді таңдаған соң, сертификаттарды жүктеу батырмасына басыңыз. ЭЦК алынды. Көріп отырғаныңыздай, қашықтан ЭЦК-ны алу қиын емес. Енді мен соттылықтың болуы, болмауы туралы анықтаманы алу мысалы арқылы онлайн қызметтерді қалай алуға болатынын көрсетемін. Алдымен порталға кіру керек. Ол үшін жоғарғы оң жақ бұрышта кіру батырмасын басыңыз. Кірудің бірнеше әдісі бар. Бұл жағдайда біз электрондық цифрлық қолтаңба арқылы авторизацияны таңдаймыз. Іздеу ыңғайлы болу үшін қызметтер бөлімдерге топтастырылған. Біз жұмысқа орналастыру мен жұмыспен қамту бөлімін таңдап, қажетті қызметті табамыз. Қызметке онлайн тапсырыс береміз. Қол қойып, анықтама алу батырмасы арқылы өтеміз. Әрі қарай біз электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қоямыз.
қызметтің нәтижесін жеке кабинеттегі кіріс бөлімінен табуға болады. Сіздің анықтамаңыз дайын.